Сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Серікқызы. Бұл чат-бот сабағы. Бүгінгі сабақта біз Инстаграмға келетін комментарийларға чат-бот арқылы жауап беруді үйренетін боламыз. Ол үшін біз каналы бөліміне өтіп, осы жерде міне реагировать на комментарий деген бізде қосылу болу керек. Дәл осы жерде сіздерде переподключите деген жазу шығатын болса, онда сіздер Инстаграмды өшіріп, қайтадан қосу керексіздер. Ол үшін ең алдымен мына жерді басып, удалить бота деген кнопка шығады. Осыны басып, Инстаграмды сабақта көрсетілгенде қайтадан қосасыздар. Жалпы комментарийлермен жұмыс істеу үшін бізге callback керек. Мысалға, тұтынушы подписчик посттың астына комментарий қалдырған кезде бізге callback келеді. Оны клиенті бөлімінде тұтынушымен болған диалогтан көре аламыз. Клиенті бөлімінде. Осы диалогтан көре аламыз. Мына жерде мен әлі комментарий жазған жоқпын, так что бұл жерде көрінбейді. Callback бізде осындай бөліктен тұрады. Оның әрқайсысы, мысалы, бұл жерде міне link деген посттың ссылкасы, запись ID, посттың ID және осы комментарийға біз қандай жауап қайтарғымыз келеді, соны жазамыз. Мысалы, мынау бізде callback-тің жалпы бөлігі болса, ал пост, сторис, прямой эфирге қарай бұл өзгеріп отырады. Мына жерде мысалы пост астында комментарийға жауап қайтарғымыз келсе, онда коммент деп жазамыз. Ал тікелей эфир астына комментарий бізді қызықтырса, онда list деп жазамыз. Істеп көрейік. Қайда бір постымызға жауап қайтару үшін мына жерде первостепенная проверка условияны жазамыз. Мына жерге мысалы нені жазамыз. Мына ссылканы жазамыз. Комментіп жазып, енді мына жерге біз өзіміздің постымыздың ID-ін жазғымыз керек. Ол үшін Meta Business Suite-тан бір өзіміздің страницамыздағы посттың бір ID-ін аламыз. Мысалы, мынаны копировать деп. По наличию ключевых слов. Вообще, мына жаққа міне ответін жазып қойсақ болды. Мысалы, рахмет. Сохранитті басамыз. Біз комментарийлермен екі вариантта жұмыс істей аламыз. Біреуі комментарийге комментарий арқылы жауап бере аламыз. Ал екіншісі ол комментарий жазған адамға директте бір хат жаза аламыз. Бұны тексеріп көру үшін біз мынаны копировать етіп неге қойып көрейік. Вручную жазып көрейін.
Жаңағы постымыздың ID-ін. Енді тексеріп көрейік. Міне, рахмет деген сөз келді. Осылайша сіз өзіңіз қалаған постқа немесе тікелей эфирге, комментарийларға сразу жауап беретіндей чат-бот орнатып қойсаңыз болады. Назар салып мені тыңдағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік.